Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер және бүгінгі тақырып қарыздан қалай құтыламыз. Ең бірінші бұл сіз кімге қарызсыз, есіңізде барларының барлығын жазып шығыңыз. Бір 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын да біреуден алған қарызыңыз болса, есіңізге түссе, оны да жазыңыз. Ол ұмытып кетті ма, ұмытқан жоқ па, оның ақшасы онсызда бар ма, ол онсызда бай ма, ол маңызды емес. Маңыздысы сіздің барлық қарыздарыңыздан құтылуыңыз. Енді соған ниет етесіз, осы барлық қарызымнан құтылуым керек. Мысалы, сіз тізімде 20 адам ба, мысалы, одан көп па, аз ба жазып шығасыз. Банктегі несиелеріңізді, ол да қарыздарыңыз енді, в общем, барлығын жазып шығамыз. Және ең азынан бастаймыз. Ол сізге психологиялық өзіңізге жаңа мотивация береді. Қарыздарыңыздан құтылып, біреуінің мысалы мына қарыздан құтылдым деп былай галочка басқан сізге көбірек жаңа табыс тауып, қарыздарыңыздан құтылып, плюске шығуыңызға жаңа күшті жігер береді. Сондықтан үлкен бір алып алмаңыз, ең азынан мысалы біреуге 5.000 теңге, 1000 теңге болуы мүмкін, оны қазір-ақ беріп тастауыңыз мүмкін, иә. Сонда уже бірнеше адам сіз тастайсыз. Солай есіңізге түскеннің бәрін жазасыз. Мүмкін бір жерге жариялап, әлеуметтік желіде жазасыз. Мен кімге тағы қарыз едім, маған жекеме жазыңыз, мен ұмытып кетсем деген сияқты, иә. Себебі жалпы енді мұсылман адамға осы өмірде қарызынан құтылып кеткен дұрыс. Және жалпы мұсылман адамның бұл өмірде қарыздарын толық жауып үлгергені өте маңызды, енді оны біле жатарсыз деп ойлаймын. Мен сізде тізім жазғаннан кейін ең кішісінен бастадыңыз. Шынымен де мүмкін біреуін жаңағы 1000 теңге, 5000 теңге, 3000 теңге деген аз сумманы бірден сіз бере қоярсыз, иә. Оларды сыз тастаймыз. Одан кейін мысалы үлкенірек сумма болса, мысалы 50 мың, 100 мың деген сияқты. Бірақ сіз оны бірден бере алмайсыз, иә. Сіз сөйтіп бірден берем деп жинап барып берем деген келісім оймен жүрсіз. Соны мысалы уже ай өтті, жыл өтті, бірнеше жылға созылып кетеді көбінесе. Ол адаммен сіздің қарым-қатынасыңыз үзіледі. Оны көрген сайын сіз өзіңізді ыңғайсыз сезінесіз, оны қашқалақтай бастайсыз, ол барған жерге сіз бармайсыз, ол хабарласса телефонды көтермейсіз деген сияқты. Онымен мүмкін ол туысыңыз шығар, құрбыңыз шығар, сол қатынасыңызға да ол үлкен кесірін тигізеді, ол қарыз негізі. Енді қайтесіз, тағы уақыт созып жүрмейсіз, бүкіл сумманы жинап барып енді берем деген болмайды ондай. Сіз жалпы барлық қарызынан құтылам деген жақсы бір ниет етесіз. Мен енді еңбектеніп отырып, жалпы ақшаңыздың ережесін, жаңа қарыздан құтылуға, ай сайын қарызға қанша пайызын бөлу туралы менде бөлек видео бар, ақша ережесі деп аталады. Видео астында сілтемесі бар, немесе жоғарғыда подсказкадан көре аласыздар. Жалпы сіз сол ниет ете бастағаннан бастап, сізге сол қарызыңызды өтеуге де ақша қаражат жетеді, шын айтам. Енді келесі қадам, жаңағы ең аз деген, бірақ бірден беруге жетпейтін сумма, иә? Ең аз деген, бірақ бірден бере алмайсыз оны. Сол кісіге хабарласасыз. Телефон шаласыз, немесе текстпен жазасыз, өзіңіз көріңіз. Амандасып, қал сұрасып, айтасыз, есіңде ме, мен сенен бірнеше уақыт бұрын, бірнеше жыл бұрын, білмеймін, қарыз алып едім, бір айдан кейін, білмеймін, бір белгілі мезетте қайтарам деп едім, осындай жағдайлар болып қалып, мен оны қайтара алмадым, бірақ ол қарызым есімде, соны мен саған енді қайта келіскім келеді деп, қайта келісу жасайсыз. Банктерде де несие бойынша сондай бар, қосымша келісім шарт жасалады, және сіздің жаңағы несиеңізді басқа суммамен бөліп береді банктегіде, сөйтіп баруға болады. Енді қазір біз адамдармен қарыздарыңыз бойынша, және ол кісі негізі ұрсу мүмкін, енді бірақ көбіне қуанады. Енді 80%-дан астам адам сіз бөліп берем дегеннің өзінде, ол кісі сіздің ниетіңіздің өзін жақсы жоғары бағалайды деген ойдамын. Бірақ түрлі жағдай болуы мүмкін, оған қатты алаңдамаңыз. Сіздің мақсатыңыз шынымен де қарыздан құтылу, жайлап берген ақшаңыздан ешкім бас тартпайды деп ойлаймын. Енді сіз жаңадан келісім бойынша, өзіңіздің жаңағы ақша ережесі бойынша, қазіргі табысыңыз бойынша, енді сіз
ешкім аш жүрген жоқ, күнделікті әйтеуір нанына ақша тауып жүр деп ойлаймын, сондықтан белгілі бір сол күнделікті ақшаңыздан 500 теңге болсын, 1000 теңге болсын, сіз аптасына ма, айына ма, 5000 теңгеден айына ма, 10 000 теңгеден айына қайтадан келісесіз. Мысалы, енді мен мынадай жұмыс жасаймын, мынадай табысымның мүмкіндігі бойынша саған осы 100 000 теңгені 10 000 теңгеден айына, мысалы 10 айда қайтарып берейінші. Маған қазір бірден 100 000 теңгені саған беру қиын болып тұр дейсіз. Ол кісі келісуі мүмкін, келіспеуі мүмкін. Енді сіздің бар жағдайыңыз осы болса, негізі сол бойынша енді аудара бересіз. Ол кісі енді 80%-дан астамы қабылдайды дегенмен. Енді бірақ осындай жағдайда көбінесе адамдарда тезірек және айына көбірек ақша беру мүмкіндігі пайда болады. Бұл кәдімгі көптеген кері байланыстан естіген менің мысалдарым. Яғни сіз басында дәл қазір міне бірінші 10 000 теңгені аударамын саған, көп рахмет дейсіз. Одан кейін айма-ай 2-3 ай бөліп, ол енді жаңа келісім шартыңызды нақты, мықты бекем боласыз ол уәдеңізге. Айма-ай сол 10 000-ды, мысалы, немесе басқа өзіңіздің суммаңызды бірден міндетті түрде аударып отырасыз табысыңыз түсумен. Ақша ережесі видеосында толық жазылған. Бірнеше айдан кейін сол қарызыңызды толық бірден жауып тастауға мүмкіндік болатыны әбден мүмкін. Сол адаммен есептескеннен кейін келесі адамға өтесіз, тап солай онымен де келісесіз. Немесе бірнешеуіне бөліп келісуіңізге болады. Мысалы, 3 адамға 100 000-нан қарызсыз, үшеуіне солай 10 000-нан 30 000 айына бөліп беремін деп ниетіңізді білдіріңіз, қайта келісімге отырыңыз. Осылай сіздің толық қарызыңыз есептеп шығыңыз. Әрі кетсе, мысалы, жылдар бойы сіздің мойныңыздағы қарызыңыз 1-2 жылда қиналмай жабылатынына көзіңіз жетеді осы есеппен. Және ең дұрысы, толық сумманы берер кезде кішкене артығымен берген дұрыс. Бұл енді өзіңіздің жаңағы неңізге байланысты. Кофеге, немесе мысалы саған енді ол адам ол ақшаны 1-2 жылдан бері депозитке салса да бірнеше үстінен өсірер еді, инфляция бар деген сияқты. Сіздің ол кезде алған қарызыңыздың ақшаның құндылығы мен қазіргі күннің құндылығы 2 түрлі. Соны шынайы өзіңіз ескере отырып, үстінен артығымен берген дұрыс жалпы қарызды. Егер ары қарай қарызға батпаймын, плюске шығам деп ойласаңыз, міндетті тіпті көршімізден біз ыдыс сұрап алсақ, оны бос қайтармаймыз ғой, жуып, тазалап, ішіне алма, кәмпит, бауырсағымыз салып қайтарамыз. Сол сияқты қарызды да қайтарғанда сіз үстінен хотя бы кофеге деп 2-5 000 теңге артығымен қайтарған дұрыс. Қарыздарыңыз болмасын, тек берекелі табысыңыз өсе берсін. Менің осы видеом сізге ұнап жатса, лайк басып, пікірлеріңізді менің каналыма жазылыңыз. Келесі видеода кездескенше.